6 сыныптың 1-90 жыбысын талдап көрейік. Бірінші тапсырма 50 бөлінген x тең y бөлінген 4 пропорциясы берілген, содан бізде x көбейтілген y-дің мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде ереже қандай еді? Ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісі, яғни x көбейту y тең шеткі мүшелерінің көбейтіндісіне тең 50 көбейтілген 4-ке. Сонда x көбейтілген y-іміз 200-ге тең. Немесе бұны қалай жазуға болады? 50 бөлінген x, бірінші 50 бөлу x деп тұр ғой мұны. Мұна бөлшек бөлуді білдіреді. Y бөлінген 4. Бірінші қандай сан жазылып тұрса, сол алымына жазылады. Екінші сан бөліміне жазылады. Егер мынаны пропорциямен бұлай бір-біріне қарама-қарсы көбейтетін болсақ, бұл жерден де x көбейтілген y тең 50-ге 4-ті көбейтсек 200-ге. Екінші есеп. Екі қаланың арасындағы арақашықтық 100 км, ал картада 5 см дейді. Бұл жерде білу керек нәрсе не? Масштабтың формуласы бізде қандай еді? Масштаб дегеніміз карта бөлінген жер бетіндегі арақашықтық. Және тағы да бір білетін нәрсе, 1 км дегеніміз бірдің артында 5 нолі бар сантиметр. Осыны есте сақтау керек. 5 нолі бар. Енді болды, формулаға саламыз. Масштабын тап деп тұр бізде. Картамыз бізде 5 сантиметр. Жер беті 100 километр. Мына километрді сантиметрге айналдыру үшін 100-дің артына тағы да 5 ноль тіркеуім керек екен. 5 ноль тіркедік. Болды. Енді жерде қысқартуға болады. Мысалы 100 бен 5-ін қысқартатын болсақ, 1, мына жақта 20, тағы да мына жақта 5 ноль тіркейміз. Барлығы сонда 6 ноль болды. 1 бөлінген 2 миллионға тең масштабы. Үшінші сұрақ. -9,1 саны мен -5,1 санының арасында жатқан барлық бүтін сандарды жазыңыз дейді. -9,1-ден кейін бізде -9. Одан кейін -8, 0-ге қарай барамыз. -7, -6. -5 бұған кіре ме? -5 кірмейді. Өйткені -5 мына бетінде. Координатаның мына оң жақ бетінде. Бұл -5,7-ге дейін. Бұл 6-ға жақын сан. Сондықтан бұның жауабы тек қана осы 4 сан болады. Төртінші, суреттердің қайсысы координаталық түзуге жатпайды дейді. Бізде жатпайтын мұны ешқандай координаталық түзудің міндетті түрде басы және ұшы болу керек. Және оңнан солға қарай болу керек. Мұны оңнан солға қарай, немесе төмеден жоғарыға. Мұны кері координат, бұндай керісінше бұлай жүрмейді. Сондықтан осы 1 мен 3. Және 5-ші тапсырмасы А және Б нүктелерінің координаталарын жазыңдар дейді. Мына жерде 0 бар, мына жерде 1. Сонда бізде мына жеріміз -1, А сонда -2-ге тең екен. Б-ны табу үшін мына жерде 2, 3, 4, 5, 6, Б-ны сонда 7 екен. Енді АБ кесіндісінің ұзындығын табыңдар дейді бізге. Екеуінің арасындағы -2 мен -7-ні қосуымыз керек. Модульге алынған. Яғни ережемен жазатын болсақ, -2 қосылған 7. Сонда наяқтан 2 шығады, 2-ге 7-ні қосатын болсақ, 9. Егер арасындағы аралықтарды да санап көретін болсақ, 9-ға тең болады. 6-шы есеп, бір елді мекенінде 1200 адам тұрады дейді. Олардың 70% мектеп бітіріп кеткен. Ал қалғанының дейді. Егер 70% мектеп бітіріп кеткен болса, қалғаны қанша болады? Мына жерге бірден есептей берейік. 100%-дан 70%-ді азайтамыз, сонда қалғаны 30%. 1200 адамның 30%-ын табайық. Кез келген пайызды табу үшін 100-ден 30-ға көбейтеміз. 0-дер мен 2 0-ді қысқартайық. 12-ні 30-ға көбейтетін болсақ, 36, артына 0. Қалғаны міне 1200 адамнан 360 адам екен. Енді арқара сөйлеміміз оқиды. Ал қалғанының 25%-і әлі мектепке бармаған. Егер 25% әлі мектепке бармаған болса, қанша адам мектепте оқиды дейді. Тағы да 100%-ға тоқталайық. 100%-дан азайтуымыз керек 25%-ді, сонда бізде шығады 75%. Мына қалған адамның
360-тың 75%-ын табуымыз керек. Ал 75% дегеніміз, егер қысқартатын болсақ, 4-тен 3-ке. Кез келген оқушы 75% дегенді көргенде 4-тен 3-ке тең екенін білу керек жатқа. 4 пен 36. Екеуі қысқарса 90 шығады. 90-ды 3-ке көбейтсек 270 бала адам мектепте оқиды екен. Келесі 7-ші шеңбердің диаметрі. Мынандай диаметр дегеніміз 2 радиус. Сонда бұл жерде радиус табу үшін 12-ні 2-ге бөлеміз. Радиусымыз сонда 6 екен. Шеңбердің ұзындығының формуласы бізде 2πr. Енді мына жерге қояйық 2. Пи дегеніміз 3 деп тұр. Радиусымыз 6. Сонда 2-3-ті көбейтсек 6, 6-ға 6 көбейтсек 36 сантиметр. Еш нәрсе жазбаған, сондықтан біз еш нәрсе жазбаймыз. Дөңгелектің ауданын табыңыз дейді. Дөңгелектің ауданының формуласы πr квадрат. Радиус дегеніміз бізде 6 болды. Пи дегеніміз 3. 6-ның квадраты. Сонда біз көбейтуіміз керек. Бірінші 6-ның квадратын алып аламыз. 36. 36-ны 3-ке көбейтеміз. 3 жердегі 6 18, бір ойда 9. Сонда 108 болады екен. Және 8-ші тапсырма өрнектің мәнін табыңыз дейді. Мына жерде өрнектің барлығы жартысы жай бөлшек, қалғаны ондық бөлшек екен. Бізге ыңғайлы болу үшін олардың бәрін ондық бөлшекке айналдырайық. Ондық бөлшекке айналдыру үшін мына жер 2-ге көбейтеміз, сонда 0,2 қосылған 4-тен 1 дегеніміз 0,125. Азайтылған 3,6, азайтылған 3,7, азайтылған 2,15. Мына жерде енді біз қалай есептейік? Таңбалардың барлығы минус, минус, минус. Бұлардың барлығын қосуымыз керек. Тек қана мына жер ғана плюс екен. Ал енді қосайық. 0,2-ке 3,6-ны қоссақ 3,8 минус 3,8. Оған қосуымыз керек 3,7-ні 15, 5 түсі бірі ойда, 3-ке 3 тосқанда 6, ойдағы мен 7. Енді оған қосуымыз керек тағы да 2,15-ті. Мына жерде 5, 6, 9. Минус 9,65. Таңбалары бірдей болса барлығын қосып, өз таңбасын қоямыз. Енді бізде таңбамыз плюс, сондықтан оны азайтуымыз керек. Азайту 0,25. Мына жерде 0, 6-тан 2-ні азайтсақ 4, 9-ның өзі. Сонда минус 9,4 шығады екен. Минус 9,4.